Жер шарына қарай ұшып келе жатқан бөгде ғаламшарлық кеме туралы көптеген ақпарат тарады. Жаңалықтың оң терісін анықтап берейін. Ғалымдар 1 шілдеде Атлас жүйесінің телескопын пайдаланып, күн жүйесіне енген жұлдызаралық нысанды тапқан. Бұл бірден бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілерде даулы ғылыми жұмыстардың арқасында сенсацияға айналды. Күн жүйесіне кірген аспан денесі алғашқыда комета деп тіркелген, алайда гиперболалық орбитасына байланысты оған 3i деген префикс жалғанды. Бұл тарихта үшінші анықталып отырған интерстеллар деген сөз. Оның жылдамдығы сағатына 210 мың шақырым. Осы кезде Гарвард ғалымы Абрахам Лебаның мақаласы шықты. Атауы 3i Атлас жұлдызаралық нысаны бөгде ғаламшарлық технологиясы деп аталды. Бұл мақаласында ол ғылымдағы фальсификация әдісін қолданған, яғни ғылым алға басуы үшін теорияларды тек дәлелдей бермей, оны терістеп сынға алу мүмкіндігінде қарастыру керек. Мақаласында ол осы әдіс арқылы талдау жүргізеді, ал қорытындысында жұлдызаралық нысан, яғни комета деген қорытындыға келеді. Алайда түрлі журналист пен блогерлер бұл ақпаратты тарату барысында жерге бөгде ғаламшарлық кеме келе жатыр деген тақырыппен айды аспанға бірақ шығарады. Ал мақала авторлары мұндай тақырып қоюына мынадай себептер бар. 3i Атлас деп аталатын ғарыш нысаны ғалымдарды бірден бірнеше ерекше сәйкестікпен таңғалдырған. Оның орбитасы күн жүйесіндегі планеталар айналатын жазықтықпен дәл сәйкес келеді. Бар болғаны 5 градусқа ғана ауытқиды. Ең қызығы, бұл нысан планеталарға қарсы бағытта ретроградты жолмен қозғалып келеді. Мұндай траектория өте сирек кездеседі. Кездесу ықтималдығы небәрі 100-2%. Сонымен қатар бұл объект бірден 3 планетаның жанына жақын ұшып өтпек: Шолпан, Марс және Юпитер. Ғарыш аппараттары мұндай жақындауларды әдетте гравитациялық маневрлар жасау үшін пайдаланған. Ал бұл объекттің жолы сол 3 планетаның жанынан кездейсоқ өтуі шын мәнінде өте таңғаларлық жағдай. Мұндай сәйкестіктің болу ықтималдығы 1000-нан 5% ғана. Алайда бұл кездейсоқтық дейді ғалымдар. Диего Порталес университетінің зерттеушісі Беньян бастаған ғалымдар тобы комета құрамынан мол мөлшерде су мұзы барын анықтады. Бұл үшін олар Гавайидегі Мауна Кеа тауында орналасқан NASA IRTF инфрақызыл телескопына орнатылған SPECS спектрометрі мен Чилидегі Gemini South телескопындағы көп арналы спектрограф арқылы жиналған деректерді пайдаланған. Ғалымдардың бағалауы бойынша бұл кометадан табылған мұздың жасы 7 миллиард жыл болуы мүмкін. Бұл күн жүйесінің өзінен де едәуір көне саналады. Мұздан бөлек кометаның құрамында органикалық молекулалар, силикаттар және көмірте қосылған минералдар бар екені анықталған. Осылайша кезекті жалған сенсацияның артып, бірақ тұтам болғанына куә болдық. Арнаға жазылып, лайк баса кетіңіз.